1 минутта жүрек анатомиясын біліп ал. Ең бірінші тұрған бізде жүректі латынша қор деп атаймыз. Ол бізде кеуде қуысында орналасқан бұлшықетті ағза болып саналады. Ең бірінші жүректің құрылысына келейік. Жүректің бізде ұшына жатамыз, апекс деп атаймыз, және негізіне жатамыз, базис деп атаймыз. Сонымен қатар оның сыртында жүргейлер орналасады, бізде тәртік жүргейлер орналасады. Сонымен қатар бізде жүректі 4 бөлікке бөлеміз. Оның жоғарғы бөлігі жүрекшелері, төменгі бөлігі қарынжалары. Оны мына суреттен қарасақ болады. Мінекей, мынау бізде оң жақ жүрек бөлігі, мынау сол жақ жүрек бөлігі. Оң жақ жүрекше, сол жақ жүрекше, оң жақ қарынжа, сол жақ қарынжа бөліктерінен тұрады. Мына суретке қарап тұрғандарыңыздай, оң жақ жүрек бөлімі көк түсті болып тұр, яғни бұл жерде веналық қан. Соған байланысты веналық жүрек деп атаймыз оң жақ жүрек бөлігін. Ал сол жақ жүрек бөлігінде қызыл түспен белгіленіп тұр, бұл бізде артериялық қан. Оны біз артериялық жүрек бөлігі деп атаймыз. Одан кейін мынау тұрған бізде жүректің оң жақ бөлігі. Жүректің оң жақ бөлігі екенін қайдан білдік? Себебі жүрекше мен қарынжаның арасында осындай 3 жақтау орналасады. Яғни оң жақ жүрек бөлігінде 3 жақтаулар болады. Куспис деп атайды латынша. Және сонымен қатар мына жерде жіпшелер орналасады. Ал мына жерде бізде тұрған емізік тәрізді бұлшықеттер, мускус мамилларис деп орналасады. Ал оң жақ жүрекшеде не бар? Бұл жерде бізде жоғары қуыстық венаның тесігі, төмен қуыстық венаның тесігі орналасады. Себебі неге? Өйткені оң жақ жүрекшеге бізде жоғары қуыстық вена құйылады және төмен қуыстық вена құйылады. Сонымен қатар мынау тұрған бізде сопақша тесік деген болады. Бұл бізде оң жақ жүрекшеде, сол жақ жүрекшенің арасында орналасқан тесік. Мінекей мына жерден қарасақ болады. Оң жақ жүрекше мен сол жақ жүрекшенің арасында орналасады. Бұның маңызы не десеңіздер, бұны алдағы уақытта айтатын боламыз. Бұл ұрықтық қан айналымында маңызды. Одан кейін бала дүниеге келгеннен 3 айдан кейін бітеліп қалады бұл. Ал мына тұрған бізде тәждік қойнау. Яғни бізде синус коронарис деп атаймыз. Бұның сонымен біздің оң жақ жүректің бөлігі бітті. Мына жерде бізде оң жақ жүрек, мына жерде сол жақ жүрек бөліктері келтірілген. Мінекей мына жерде сол жақ жүрек бөлігіне келетін болса, ол жерде сол жақ жүрек бөлігіне бізде вена пульмоналис, яғни өкпе веналары осы сол жақ жүрек бөлігіне құйылатынын көріп тұрмыз. Сол жақ жүрек бөлігі, ол жерде тоже бізде постсалварий, яғни сопақ тесік болады, екеуінің байланысып тұратын. Сонымен қатар сол жақ жүрек бөлігінде бізде 2 жақтау болады осындай. Куспис деп атайды бұны, және де бұл оң жақ жүрек бөлігіне қарағанда мықтырақ болады. Себебі бізде сол жақ қарынжадан қолқа шығып өтеді, соған байланысты бұл мықтырақ болады.